Қайырлы күн достар. Бүгін біз қызылшада салат дайындайтын боламыз. Бірінші қызылшамызды жуып тазалап аламыз. Бұл жерде піспеген, яғни бізде шика қызылша. Терканың майда көзіне өткізіп аламыз. Мен burada 3 қызылшаны пайдаландым, шағын ғана. Отбасы санына байланысты қызылшаны көптен көп пайдалана беруге болады. Барлығын жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Достар, менің видеомды көрмес бұрын бірінші менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Жақсылап барлығын өткізіп аламыз. 3 қызылша болды менде. Бұл салат өте пайдалы. Қазіргі көктем кезінде жиі жасау қажет. Дәрумендерге өте пайдалы салат болып табылады. Үлкен кісіге де, балаға да витамині бойында тұратын ерекше салаттардың бірі. Қызылшамызды өткізіп болғаннан кейін үстіне сәбізімізді өткіземіз. Менің видеом ұнап жатса, маған лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және тез дайын болатын салаттың бірі болып табылады. Егер аяқ астынан қонақ болса да келе қалса, тез осы салатты істеп жүруге де өте жылдам және дәмі де ерекше болып табылады. Барлығын теркадан өткізіп болғаннан кейін үстіне шамалы тұз қосып, осылай қолымызбен араластырып аламыз. Кішкене суы шыққанша осылай жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін укроп пен чеснокты майдалап турап қосамыз. Укроптың орнына басқа петрушка, көк жуа қосуға да болады. Немесе қоспай тек чеснокты ғана қосып істей беруге де болады. Жақсылап турап алғаннан кейін қызылшамыздың үстіне қосамыз. Мен кішкене қара бұрыш септім. Және шемішкі май қостым. Шемішкі майды ыстықтай қылып қосқан дұрыс. Сол кезде ерекше дәм береді салатымызға. Осылай жақсылап араластырып 1 сағат холодильникке қоямыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.